Сіз мынадай сұраққа ойланып көрдіңіз бе? Мына жақта жер, мына жақта ай. Жер мен айдың ара қашықтығы 384.400 км екен. Енді сіздерге мынадай сұрақ. Мынадай А4 қағазды бүктеу арқылы, яғни міне былай бір бүктедім, дұрыс па? Оны тағы екінші бүктеймін. Осылай бүктеп, мынаның қалыңдығын, мына жер мен айдың арақашықтығы қанша? Дәл сондай арақашықтықтан даже асырып бүктеуге болады екен қалыңдығын. Сіздің ақылыңыз оған сенбейді, дұрыс па? Бірақ математик оны дәлелдейді. Енді қалай екенін көрсетейік. Ол үшін мына қағаздың қалыңдығын білу керек. Қалыңдығын Google-ға жазсаңыздар шығарады. 0,1 миллиметр екен. Енді осы міне екі бүктесем, сол кезде міне мынау 0,1, мынау 0,1. Екі бүктегенде қалыңдығы қанша болды? Дұрыс, яғни 2-ге көбейтемін, 0,2 болды. Келсеңіз соған. Енді осыны тағы былай бүктеймін міне. Мынаған не айтасыздар? Қалыңдығы қанша болды енді? Міне 0,2, міне 0,2. Тағы 2-ге көбейтілді, 0,4 болады, дұрыс па? 0,4. Енді осыны тағы да 2-ге бүктесем. Міне 0,4, міне 0,4, екеуі келісті. Келесі амал не болды? Бірден жаза берейін. 0,8 болды. Одан кейін келесі 1,6 болады. Одан кейін 3,2. Осылай кете береді міне. Мына бүктесем. Енді қараңыздаршы, осы қағазды бүктеу арқылы, мысалы бәрін 2-ге көбейтіп қоятын ғой. Мысалы 0,1-ді 2-ге көбейттім, оны тағы 2-ге көбейттім, тағы да 2-ге көбейттім. Осылай неше рет 2-ге көбейткенде мына сананы асамын деп ойлайсыздар. Айтып көрейін, мен уже есептеп қойдым. 0,1-ді 2-нің 42 дәрежесіне көбейтсе, мынадай сан шығады екен. Ал осыны тағы да 2-ге көбейтсе, мынаны 2-ге көбейтсе, уже 42 емес, енді 43 дәрежесі болса, 2-нің 43 дәрежесі болса, ол кезде мынадай сан шығады екен. Енді қараңыздар, мынадай километр, жер мен айдың арасында километрді қараңыз. Мына қағазды 43 рет бүктесек, жер мен айдың арасында километрден асып кетеді екенбіз.